Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина Болатқызы. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, жақындарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Мұқағали Мақатаев. Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі? Деп бастады топ таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әр асты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше киіп ішсең, бақыттысың емес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көре жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп той-тойлап, ісің болмай күйбеңменен, қарын тойса карта ойнап. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай, сонықты. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да, мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, тыңдап сол бір жақұтты, оны алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты. Мұқағали Мақатаев. Құрметті оқырмандар, қоңыраушаны басып, каналыма тіркеліп, тағы да тыңдай отырыңыз. Қыдыр Мырза Әли. Бақыт. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз, сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай шекенің, жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгермейміз түсініп де, байқап да, кейбір сәттің нағыз бақыт екенін. Құс сияқты сезінбейтін қанатын, бақыт сәби білмей тұғын әл атын. Бақыт, бақыт ғажайып бір дәм ғана, сүйгеннен соң ерніңде қалатын. Ақындардың көмейінен жыр ақса, кейбіреулер сөз бәйгеде жүр ақсап. Бақыт шіркін асыл болса бір мысқал, бақыт шіркін уақыт болса бірақ сәт. Мүмкін емес бұл өмірден ісіну, болу керек ән әдемі, күй сұлу. Бақыт деген бұлтты күні жадырау, бақыт деген жұмыс болса сүйсіну. Келтіретін адам болсаң елгемін, неге керек босқа өмірге келгенің. Бақыт егер байлық болса бергенің, керек болса отан үшін өлгенің. Өмір мына лыпып тұрған ұстара, өлем келсе қайтуысың түс тара. Бар ғұмыры басқа қонған бақыттың, көбелектің ғұмырынан қысқарақ. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз, сол қайғы. Бақыт үлкен болған емес шынында, ал қайғының кішкентайы болмайды. Қыдыр Мырза Әли. Тағы да тыңдай отырыңыз. Мұқағали Мақатаев. Бақыт деген. Бақыт деген сенің бала күндерің. Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз-ақ ойнағаның күлгенің. Бақыт жайлы менің мынау білгенім, бақыт бірде шаттық бірде мұң. Бақытты сол тәрк етіп түндерін, бақыт іздеп азаптанса кімде кім.
бақыт деген әркімдерде бар арман. Сол арманның шыққан жері құмардан. Ал сен үшін бақыт деген дәл қазір. Бақыт жайлы жаза алмаған шығармаң. Бақыт іздеп мал бақ, мейлің тас қала. Бірақ балам, мынаны естен тастама. Бақыттысың, бақыт іздеп сорласаң, бақытты боп сорлап жүрсең масқара. Бақыттың мен, бақытым деп біл мені. Мені білсең, бақытыңды білгенің. Ал мен үшін ең бақытты күндерім, балам, саған бақыт іздеп жүргенім. Мұқағали Мақатаев. Құрметті оқырмандарым, осы тақырыпқа байланысты өз пікірлеріңізді қалдырып, 1001 кеңес қазақша каналыма қолдау білдіріп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге Мадина Болатқызы. Келесі видеомда кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.